Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен sport жаңалықтары videoni бастамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар достар. 5 сәуір Жәнібек Әлімханұлы мен Ануэль Нигамесінің ортасындағы жекпе-жек болады. Бар Жәнібек Әлімханұлы кім екенін білады. Бірақ Ануэль Нигамесінің статистикасы, ол қай жерде туылған, соны ешкім білмейді. Мен соны айтып беретін боламын. Ануэль Нигамесин француздық кәсіпқой боксшы 1996 жылы 3 ақпанда Конгода дүниеге келген. Орта салмақ дәрежесінде өнер көрсетеді. Боксшының бойы 177 см. Онақай позициясында жұдырықтасады. 2025 жылдың наурызында деңгейі Каспий мансабында статистикасы. Жекпе-жектер саны 14, жеңістері 14, оның ішінде 9 нокаутпен, жеңілістері 0, тән нәтижелері 0. Нигамесин соңғы жекпе-жегі 2024 жылы 8 маусымында Сандро Джаджанит Зенге қарсы өтті. Бұл кездесуде ол техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Келесі жекпе-жегі 2025 жылы 5 сәуірде Астанада қазақстандық боксшы Жәнібек Әлімханұлымен жоспарланған. Жәнібек Әлімханұлы мен Ануэль Нигамесин арасында жекпе-жек кімнің жеңісі жетуі мүмкін екені болжау үшін бірнеше факторлар қарастыру керек. Жәнібек Әлімханұлы артықшылығы, тәжірибе. Жәнібек кәсіпқой боксты ұзақ уақыттан бері жүр. Бұрынғы WBO чемпионы, жоғары деңгейлі қарсыластармен кездескен. Ол оңтайлы тактика құрып, қарсыластарын оқып, айласын асыратын ақылды боксшы. Қуат соққылары. Жәнібектің нокаут күші жоғары. Ол көптеген қарсыластар мерзімінен бұрын жеңген. Қорғаныс және аяқпен жұмыс. Ол жақсы қорғанады және қозғалысы шапшаң. Ануэль Нигамесиннің артықшылықтары: шапандылық пен агрессия. Жас әрі жылдан боксшы ретінде ол қарсыласын үнемі қыспаққа алуға тырысады. Физикалық тізімділік. Нигамесин өте мықты жекпе-жек барысында шабуылдарын бәсеңдетпей қорытынды сақтай алады. Жеңілістің жоқтығы. Ол әлі жеңіліп көрмеген. Психологиялық тұрғыда сенімділік жоғары. Қорытынды болжам. Жәнібек тәжірибелі, күшті және деңгей жоғары боксшылармен жұдырықтасып көрген. Егер ол қарсыласын шабуылдырып, бақылап, өзінің комбинацияларымен және дәл соққыларымен жұмыс істесе, жеңіске жетуі мүмкін. Ал Нигамесин жоғары қорқымен басылымдылық көрсетсе, күтпеген нәтиже беруі мүмкін. Жалпы алғанда, Жәнібек фаворит саналады, бірақ бокста бары мүмкін. Егер Нигамесин Жәнібектің қорғанысын бұзып, өз жылдамдығы дұрыс пайдаланса, сенсация жасап кетуі ғажап емес. Сіздермен спорт жаңалықтар болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.